Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай керемет өте дәмді салатты көрсеткім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Қыстың жайын жазда ойла дейді ғой, сол үшін осындай керемет салаттардан жасап алыңыздар. Ол үшін бізге керегі сәбіз, ащы, сарымсақ, пияз, помидор, болгар переці. Міне осылай жақсылап турап алдым. Енді қазаныма көп емес, 1-2 шөміштей май құйдым. Майым қызған соң бірінші пиязымды салып қуырып алдым. Пиязды 2 килограмм салдым. Пиязымыз қуырып болған соң сәбізіміз саламыз. Сәбізді де 2 килограмм салдым. Болгар пересін 3 килограмм салдым. Осылай кубиктап турап жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 2 ас қасық тұз салдым. Осылай суы шығып 5 минуттей қайнатасыз да, үстіне помидорды қосамыз. Қатты пісіп кетпесін. Помидорды кубиктап турадым. 13 килограмм помидор салдым. Помидордың барлығын осылай салып болғаннан соң 10-15 минут жақсылап қайнатамыз. Одан соң барып 5 осындай ащы бұрыш салдым. Егер сіздерге ащы ұнамаса, 1 салыңыз, 2 салыңыз, оны өздеріңіз қалауларыңыз болады. Осылай ащымызды қосқан соң 5 минут қайнатамыз деп отырмаңыздар. Араластырып жіберіп, қалған дәмдеуіштерімізді қоса береміз. Міне 1 пиалай қант қосуды ұмытпаңыздар. Бұл помидордың қышқылдығын алады. 2 қасық ас қасық қара бұрыш, 2 ас қасық паприка, 5-6 лавр жапырағы. Сосын үстіне 800 граммдай чеснок. Оның үстіне жаңағы 1 бума укробымыз, 1 бума кинзамыз, 1 бума. Осыны ұсақтап турап саламыз. Енді сразу араластырып, астын жай отқа қойып, құя бересіздер стерилденген банкіге. Банкымызды де, крышкамызды да жақсылап стерилдеп алыңыздар. Сарымсақ дәмдеуіштеріміз қайнаса дәмі шықпай қалатын болғандықтан тез-тез құйып тастаймыз. Астын жай отқа қойып. Ас болсын достар. Міне өте керемет дәмді салат. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.